Сіздерге түскі ас немесе кешкі асқа бір идея болсын, осындай ерекше тағам түрін дайындап көріңіздер. Яғни бұл жерде вареники және де салмасымен. Дайындалу жолын видеода көрсететін боламын. Ең алдымен вареникінің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін 300-350 грамм мөлшерінде ұнымызға бір жұмыртқа, жарты шай қасық тұз және де 150-200 мл жылы суымызды құйып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыздың ортасын ашып, жақсылап қамыр егетін боламыз. Қамырымыз кішкене тығызда болғаны жақсы, себебі сонда вареникіміз суда піскен кезде езілмейтін болады. Әбден иін қандырып, бірнеше рет осылай мұжып, одан кейін тындырып қоямыз, жарты сағат көлемінде. Енді картоптарымызды дайындайтын боламыз. 3-4 картоп мөлшерінде осылай турап алып, су құйып, отымызға қоямыз. Енді кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пияз, ет қуырамыз. Пияз бен етті қуырып болғаннан кейін сәбізімізді салатын боламыз. Қандай көлемде турасаңыздар да өз еріктеріңізде. Бір ас қасық томат қосамыз. Бір тіс сарымсақ, яғни чеснок қосамыз. Және де су құйып 40-45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Тағамымыз осылай 40 минут көлемінде піскеннен кейін бір ас қасық тұз салып, жаңағы үстіне осылай орам жапырақты үлкен-үлкен көлемде бетіне салып, тағы да бір 15-20 минуттай пісіретін боламыз. Енді дайын болған картоптарымыздың суын төгіп, тұз, қара бұрыш салып, осылай еземіз. Бір келкі болғанша. Картопымыз жаңағы сұйықтау болып кетпеу керек. Енді қамырымызды жайып, варениктерімізді дайындайтын боламыз. Қамырымызды орташа көлемде, яғни қалың емес, жұқа емес етіп жайып аламыз. Одан кейін осындай қандай ыңғайлы зат болады, сонымен кесіп, дөңгелек етіп, осындай варениктерімізді дайындаймыз. Сонда біркелкі әдемі шығады варениктеріміз. Дайындап болғаннан кейін қайнап тұрған суға бір ас қасық тұз салып, осылай барлық варениктерімізді салып, қайнатып, 3-4 минут көлемінде ғана қайнатамыз. Себебі бізде ішіндегі жаңағы картобы піскен, тек қамыры піссе жеткілікті. Біраз қайнағаннан кейін осылай сүзіп аламыз табағымызға. Сүзіп алып, дайын болған салмамызды бетіне құятын боламыз. Алдымен бетіндегі орам жапырақтарды саламыз. Тағамның сорпасынан құямыз. Және де ортасына жаңағы қалған салмамыз саламыз.
өте дәмді болады, және де күнделікті тағамдардан басқа ерекше тағам. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Астарыңыз дәмді әрі берекелі болсын.